Мартин інжу іздеушілеріне қайтадан отырған, оны тез арада бітіріп тастауға жағдайы бар еді. Әлдеқалай өлең жазуға аңсары ауып кетті. Бұл Руфьке ғашықтық сезімінен туған шабыты. Бірақ өлеңнің ешбірін аяқтай алған жоқ. Аз уақытта поэзия өнеріне жетіле қою оңай ма? Өлеңнің ырғағын, өлшемін, жалпы құрылысын қиыстырудың өзі қиын. Оның үстіне ұлы ақындардың өлеңінде кездесе беретіні, бірақ өз өлеңіне әлі енгізе алмай жүргені бір қасиеті бар. Ол уысына оралмай кеткен поэзияның рухы. Мартинге осы рух жарқын нұр, құбылмалы мөлдір мұнардай көрінеді. Қолы тисе ыдырап жоқ боп кетеді де, ең сәті түсті дегенде уысына сілемі ғана ілігіп, көңіліндегі күбірлеген музыкаға ұқсас өлеңнің бірен-саран тармағы ғана аузына түседі, немесе көзден тек елес беріп өте шығады. Сөйтіп қинады. Нелер көркем сезім тілінің ұшында ғана тұрғанымен ауыздан шықса ажары кетеді. Кейде Мартин өлеңін дауыстап оқып қарайды. Өлшемі қағидаға сай, ұқсасымен ырғағы дұрыс, әттең, татуы жоқ, әсерлі рухы жоқ. Неге бұлай? Осының себебін біле алмай-ақ қойғаны. Кей уақытта күдер үзіп, очеркіне қайта оралады. Тегі ыңғайға оңай көнетін құрал проза ғана болса керекті. Інжу іздеушілер туралы очеркін жазып бітіргеннен кейін Мартин теңізшінің кәсібі жайында, таспаға аулау жайлы, солтүстік шығыс пассаты турасында тағы бірнеше очерк жазғаны. Мұнан соң тәжірибе ретінде сюжетті ықшам әңгіме жазуға талаптанып, қыза-қыза алтауын жазып тастады. Оның бәрін журналдарға жөнелтті. Ара-тұра кітапханаға немесе Руфьке барғаны болмаса, қалған уақытында таңертеңнен кешке дейін, тіпті түн ортасына дейін тапжылмай отырып, жемісті еңбек етті. Мартиннің бұл творчестволық құмары еш уақытта тарқамаған, қызықты тамашалары мол, айрықша бақытты күндері еді. Бұрын жаратушылық деген тек Тәңірдің ісі шығар дейтін. Енді оның қуанышына өзінің де қолы жеткендей. Айналасындағы бәрі шіріген овощ пен сабын судың иісі. Соңғы кезде былжырап, сары кідір тартқан апасы мистер Хиггинботамның зымиян зәрлі кескіні ұйқыдан көрген түс сықылды. Ал ақиқат, шын дүние тек өз миында. Жазып жүрген әңгімелері сол дүниенің сілімі тәрізді. Көп білмекке айрықша құмартуының ұзақты күн қысқа көрінеді оған. Енді күн тәулігіне 5 сағаттан артық ұйықтамайтын болды. 4,5 сағат ұйықтап та байқаған. Бірақ бұрынғы 5 сағаттық нормасына амалсыз қайта көшті. Басқа уақыттың бәрін барша зейін ықыласын жазу мен оқуына жұмсады. Жазуынан әзер бас көтеріп оқулығын қолға алады. Оны тастай беріп кітапханаға жүгіреді. Кітапхана сынды ғылымның штурмандық рубкасында жатқан әртүрлі әңгіме басылған журналдарды қарамай кетуге көзі қимайды. Себебі жазушылардың журналға не қасиетімен ұнап жүргенін білмек керек. Ал Руфьтің үйіне барса, қайтқысы келмес еді. Далаға шықса аңсаған кітаптарына асығып, қараңғы көшелердің бойымен жүгіре жөнеледі. Бірақ бәрінен де уыз ұйқы ұялаған көз шырымын алу үшін алгебра мен физика оқулығын немесе қалам мен қағазын тастап тұрып кетуден қиын нәрсе жоқ. Ұйқыға өмірінің аз уақытында қиғысы келмейді. Жатарда 5 сағаттан кейін будильник оятады ғой деп көңілін жұбатады. Бар болғаны 5 сағат уақытым зая кетеді екен. Көп ұзамай сағаттың шыр еткен ащы даусы оятып жібереді. Сонда алдымда 19 сағат жұмыс істейтін уақытым бар екен, деп ойлайды. Уақыт шіркін зымырап өтіп барады. Ақша болса азайды. Ешқандай қаламақы келген жоқ. Жастар серігіне жіберген қолжазбасы 1 айдан кейін қайтып оралғаны. Қабылдамау себебін тымақ майдалап жазған екен. Мартин баспаса да риза болды. Сан-Франциско барлаушысын мүлдем құдай атты. Онан 2-7-дей жауап келмеген соң Мартин хат жазған. Тіпті болмаған соң редактормен жүзбе-жүз жолығайын деп өзі барғаны. Барса есігінің алдында қалшиып, қырағы сақшы тұр екен.
Жирен шашты балаң жігіт редактор сынды ел азаматымен дидарласуына рұқсат етпеді. 5 аптадан кейін ешбір сылтау себебін айтпастан қолжазбаны пошта арқылы қайтарыпты. Не жақсы, не жаман деген бір ауыз сөз жоқ. Сан-Францисконың ірі-ірі газеттеріне жолдаған өзге қолжазбалар да көп ұзамай осының ізін құшты. Сонан кейін Мартин шығармаларын шығыстағы штаттардың журналына жөнелткен. Бірақ көзді ашып жұмғанша бәрі де ұба-шұба өзіне қайтып келді. Рас, әрқайсысының ішінде пайдалана алмадық деген тасқа басқан бір жапырақ қағаз бар екен. Әңгіме атаулы да осының кебін киді. Мартин қайтадан бәрін бір емес бірнеше рет оқып шыққан еді. Өзіне ұнады. Ал журналдардың қаламаған себебін ешбір дәлелге сыйдыра алған жоқ. Сөйтіп жүргенде газеттен қолжазбаны машинкаға бастыру шарт деген жаңалық оқып, көңіліндегі күдігі тарқағандай болды. Әлбетте әлдекімнің адам танымайтын жазуымен әуреленіп жатуға редактордың қолы тимейтіні рас шығар. Сонымен Мартин жалға жазу машинасын алып күн ұзын басып үйренумен болды. Ол енді күндіз жазғанның бәрін күн сайын кешке машинаға көшіре бастады. Және бұрын жазғандарын да біртіндеп көшіре берді. Кейін осының өзіне ешкім қабылдамай қойғанда зықысы шыққан Мартин ерегісіп, иегі көз түйіп, қайта келген қолжазбаларының адресін өзгерте салып, басқа жерге жіберуден жалықпады. Ақыры бір күні өз шығармасына өзінің дұрыс баға беруі алмағайып нәрсе екенін ойлап, Гертрудаға сынамаққа болды да, бірер әңгімесін оқып берді. Гертруданың екі көзі жайнап, інісіне мақтана қарап, «Ойпырмай-ай, осыны өзің жаздың ба?» деді. «Иә», деді Мартин аптығып апасының сөзін бөліп. «Айтшы қане, ұнай ма өзіңе?» «Тәңірі шынағай, ұнамағанда ше?» «Өте ұнайды. Көңілім қобалжып кетті ғой, мұқым», деді апасы. Бірақ Мартин әңгімеге оның түсіне қоймағанын байқады. Ақкөңіл апасының аңқаулау кескініне қарағанда ішінен қайдам деп тұрғандай көрінеді. Бірақ Мартин ақырын күтті. «Әңгіменің аяғы немен тынады, Март?» деді біраз кідіріп қалған Гертруда. «Немене? Әлгі таңдайы тақылдаған жігіт қызға үйлене ме?» Мартин әңгіменің немен аяқталғанын және оның сюжетінің төркінін де тануға болатынын түсіндіріп еді. Гертруда: «Оның рас, сонда да турасын айтқаның жөн еді», деді. Он шақты әңгімені оқып бергеннен соң Мартиннің байқағаны апасы сірә әңгіменің ылғи бай болып, барша мұратына жеттімен аяқтала бергенін жақсы көретін сияқты. «Айтып айтпай не керек, әңгімең жақсы-ау», деді астауға кір салып жуып жатқан Гертруда бойын жазып күрсініп, бар жиған қып-қызыл қолымен маңдай терін бір сүртіп қойып. «Бірақ тым қайғылы екен. Көңілім босап кетті. Қайғы мен зар аз емес қой онсыз да. Зәуде бір жақсы лебіз естісем, көңілім көтеріліп қалады. Егер әлгі екеуінің көңілі жарасып, отасып кетсе, қандай жақсы болар еді. Немене, Март, маған ренжіп қалған жоқсың ба?» деді қипақтап. «Мүмкін қажып жүргесін маған солай көрінген шығар. Шынын айтсам әңгімең тәп-тәуір, әп-әсем. Қайда бастырмақсың?» «Бұл өзге мәселе», деді ол күлімсіреп. «Егер бастыра қалсаң, қаламақысына қанша төлер екен?» $100 төлейтін шығар, кемінде». «Охо, илахи, бір жерге бастыра көр. Аз емес қой деймін, деді ол сонан соң желпіне сөйлеп. «Есіңде болсын, мен мұны бар жоғы 2 күн жазып тастағам. Сонда күніне $50 келгені ғой». Мартин әңгімелерін Руфке оқып беруге де құштар, тек бара алмай жүр. Бірлі жарымы әуелі басылып шықсын, сонан кейін қыз өзі бағалар, деп үміттенеді. Сөйте жүре оқуында ұмытқан жоқ. Ол білімінің зерттелмеген нуын аралаудан өзге не қызық бар. Физика мен химия оқулығын сатып алып, алгебраға қоса физика заңдарына жетілді. Қағидалардың шындығын өзінше дәлелдеуге жаттықты. Ал экспериментті өзі жасамай-ақ, жасағандардың айтқанына сене береді. Себебі жүйрік қиялы химиялық түрлі реакцияны көзіне өзі көргендей елестететінде.
оны тәжірибе жасауға қатысқан студенттерден артық түсінетін. Оқулық бетін аударған сайын Мартин табиғат пен дүние хикметінің пердесін бірте-бірте сыпырып ашқандай болады. Бұрын дүниені бір тұтас болмыс деп таныса, енді оның құрылысын, энергия мен материяның бір-біріне қатысы мен әсерін ұға бастады. Оның ақылы көптеген таныш жайттардың түпкі төркінінің аңғарып отыратын болды. Мәселен, рычаг пен блок тәрізді де өзі талай айналысқан лебедка мен жүк кранын есіне түсіреді. Теңіз айдынында кемені жолынан жаздыртпайтын навигация қисынын да бірден оңай түсінді. Дауылдың, жаңбырдың топан сыры мәлім болды. Пассат желдерінің пайда болу себебі айқындалды. Осыған орай өзінің солтүстік шығыс пассаты туралы бұрын жазған очеркін тым асығыс жаздым ба деп дұрыстығына шүбә келтіре бастады. Мұнан былай пассат туралы жазса анағұрлым жақсы шығатынын сезді. Бірде ол Артурға еріп университетке барғаны. Онда лабораториялық тәжірибелерге айшықса зейін аударғаны. Физика профессорының лекциясын ұйып тыңдағаны. Ол әдебиетпен де шұғылдануын қойған жоқ. Очерк пен әңгімелер қаламының ұшынан тоқтаусыз төгіліп жатады. Ара-арасында журналдарда басылып жүрген қара өлең сықылды қарапайым дүниелерді де жазып тастайды. Әлде қалай шабыты келіп, 2 жұмада ұйқысыз өлең түрін трагедияда жазған еді. Бірақ бірден 5-6 баспашының қабылдамай қайтарып жібергеніне таң қалды. Бір күні Генлидің шығармасын оқып, ауруханада жатып жазған поэмаларының үлгісімен теңіз туралы бір цикл өлең жазды. Бұл романтикаға толы айбынды, мөлдірдей таза, әдемі, бірақ қарапайым өлеңдер еді. Оны Мартин теңіз толғаулары деп атады. Бұрын соңды жазғандарының ішіндегі ең тәуірі деп бағалады. Цикл 30 тарау өлеңнен тұрады. Соның бәрін бір кеште бір тараудан жаза келе бір айда бітірген. Ал күндіз ұзақты түні прозаға арнады. Оның бір күнде бітірген жұмысына жұрт әуес көріп жүрген жазушының қай-қайсысы да бір жетіден кем отырмас еді. Бірақ Мартин мұны шопақ құрлы көрген жоқ. Айта берсе еңбекке санаған емес. Әншейін көп жылдан бері көкірегінде болығып жатқан көркемдік туралы ой арманы бір күнде күркірей тасып сыртқа шыққандай көрінді. Мартин теңіз толғауларын ешкімге көрсетпеді де. Редактор атаулыға сенімі кетуі сонша ешқайда жібермеді де. Бірақ бұл жолы шығармасын жібермей қоюына сенбестігі ғана себеп болған жоқ. Өлеңі өте жақсы шыққанына қуанышты еді ол. Қуанышына өзімен бірге Руфтың де ортақ болғанын тәуір көріп, оқып беруге қолайлы сәтін күтті. Оған дейін өлеңін өз ойында ғана сақтамақ. Мезгіл-мезгіл оңашада дауыстап оқып, ақыры түгел жаттап та алды. Өмірінің ояу уақытында Мартин иден тыным көрмейді. Еңбек тынысы тіпті түсінде де тынбайтын тәрізді. Көз шырымын алуға лажсыз бөлген 5 сағат уақытының әрекетсіз өткеніне көнгісі келмегендей. Ой санасы күні бойғы толғансын ұйқыда жатқанда да ақылға симастай қисынсыз қиялға айналдырып тыным бермейді. Ынжық біреу болса әлде қашан сүре жығылар еді. Ол тіпті Руфпен кездесуде де сиретті. Июнь айы таянып келеді. Көп ұзамай емтиханда басталады. Руф университеттен дипломын алуға тиіс. Көркемөнер бакалавры болашақ. Сол есіне түссе, Мартинге Руф өте алыстап, енді қайтып оған қолы жетпейтіндей көрінеді. Әйтсе де Руф Мартинге жетісіне бір күнін қиды. Сол күні Мартин Морздардың үйіне түстеніп, түстіктен кейін музыка тыңдайды. Бұл бір қызық мереке. Морздардың тұрмыс салтына Мартиннің тіршілігіне ұқсамайтыны сонша, бұл үйде Руфтың қасында болса, бойы жазылып, көңілі бір көтеріліп қалады. Сондықтан тар тымырсық бөлмесіне оралған сайын Мартин мен бір биікке өрмелеп шығамын деп ант етуші еді. Творчество алауына күйіп, сұлулықты айрықша аңсауына қарамастан ол сайып келгенде Руф үшін ғана еңбектенеді. Арманы ғашығы. Өзгенің бәрі осыған бағынышты. Сол бір іңкәрі білімге деген ықыласын жеңіп кеткендей. Мартин үшін дүние әлемінің ғажайыбы оның молекула мен атомнан құрылуында емес,
өзінің сиқырлы құпия заңдарына ғана бағыныштылығында емес, сол дүниеде Руфтың болуында. Руф бұрын түн ұйықтаса түсіне кірмеген керемет, бірақ Мартиннің көңіліне кірбің салған екеуінің арасының алшақтығы. Руфке қолы жетпестей көріп, онымен қайтсем терезем тең келер деп ойы 30-ға бөлінеді. Өз табының әйел қыздарына жұлдызы ақ еді. Зәуде, олардың ешқайсысына елжіреген де жоқ. Руфке ғашық болды. Бұған себеп Руфтың өзге тапқа жатуында емес, Мартиннің сүйіспеншілік сезімі қызды тап шеберлігінен жоғары қояды. Ол үшін Руф елден ерек тұрған жан. Оның ешкімге ұқсамайтыны соншалық, ғашықпын деп қасына қалай жақындаудың ретін таппады. Қазір әжептәуір білімі артып, тілі ұсталып, қызға бір табан жақындағандай. Екеуі өзара тіл тауып, пікірі жарасып, талғамы мен тілегі табысқандай. Бірақ осының бәрі оның ғашықтық құмарын тарқата алған жоқ. Ғашығын көксегенде қиялы қызды періштедей денесіз қуатқа айналдырып, тән жақындығы туралы ойға әсте жол бермейді. Асылы жігіттің ғашықтық сезімі аңсаған ләззатын жеңіп кетулі. Күндердің күнінде екеуінің арасындағы түпсіз шыңырау өткел берді де, көзді ашып жұмғанша ғайып боп кетті. Сонан тұңғиықтан өтетін көпір табыла ма деген үміт туды. Оқиға былай болған. Бір күні екеуі шараптай тіл үйіріп, ауыз қуырған қара күрең шие жеп отырды. Кейін қыз Шахизаданы оқи бастағанда Мартин оның ерніне шиенің шырыны жұққанын байқады. Сол арада қыздың періште емес, ет пен сүйектен жаралған кәдімгі адам екені. Оның тәні де өзінің немесе өзге адамның тәніндей табиғат заңдарына бағынышты екені ойына оралып кетті. Қыздың ерні де өзінің ерні секілді тән ағзасы екен. Шиенің шырыны оған да жұғады екен. Егер ерні ондай болса, өзінің қандай болғаны? Оның заты әйел. Ендеше өзге әйелдерден айырмасы болмағаны ғой. Бұл ой жасылдың жарығындай құйқа тамырын шымырлатты. Ол зор жаңалық ашқандай күннің аспаннан жерге құлап түскенін, немесе біреудің күпірлік жасап Құдайды қорлағанын көргендей сезінді. Оны жаңалығының түп мәнін түсінгенде Мартиннің жүрегі лүпілдеп кетті. Осы қызбен шүйіркелессем, шүңкілдессем деген арман пайда болды. Өйткені ол дағы көктен түскен періште емес, ерні шиенің шырыны жұққан кәдімгідей әйел екен ғой. Өрескел ой шошындырғанда, бірақ ақыл үніне жүректің дүбірі қосылып, екеуі бірдей ұранды жеңіс киіміндей күңіренді. Сенікі дұрыс дегендей болды. Руф жігіттің ойын сезе қойғандай, кітаптан кенет көзін алып, Мартиннің бетіне жымия қарады. Мартиннің көзі қыздың көгілдір көздерінен, ернінен, онан кейін ерніндегі өзінің тағатын кетірген титтей шие дағына тоқтады. Бұрынғы әдепсіз кезіндегі әдеті бойынша өзге әйелдерге көрсеткен қылығы есіне түсіп, қызға қол жұмсағысы келді. Қыз да сәл иіліп ыңғай көрсеткендей болғаны. Бірақ Мартин өзін-өзі тоқтатты. Сіз мені тіпті тыңдаған жоқсыз, деді қыз бұртиып. Жігіттің ұялып қалғанына мерейі тасып, ол тағы күлді. Мартин оның жаудыраған көзіне қарап, ойында дәнеңе жоғын, еш нәрседен хабарсыз екенін сезгенде ұялып қалды. Сірә, қиялында болса да өзі тым ағат кеткенге ұқсайды. Басқа біреу ойындағысын сезе қояр еді. Иә, Руф емес, өзге бір қыздар болса, жып-жылдам түсіне кетер еді. Бұл түк сезген жоқ. Оның өзге әйел затынан айырмашылығы да осында. Ол ешкімге де ұқсамайды. Мартин өзінің рабайсыздығын, қыздың нәзік, кіршіксіз таза екенін түсініп, өз-өзінен пұшайман болды. Осынан кейін екеуінің арасында тәрізді тағы да шыңырау пайда болғандай, көпір құлағандай көрінген. Дегенмен осы оқиға оны бір табан жақындатты да. Бұл сәт есінен кетпей, күдік торлағанда Аманда көңілі демеу болды. Өткел бермес шыңыраудан өтуге болар деген үміт туды. Осы үмітіне жету үшін Мартинге талай қиын асулардан өтуге тура келген. Оның қасында көркемөнер бакалавры деген атаққа апаратын жол ойыншық сықылды. Қыздың заты асыл, кіршіксіз таза адам екені рас.
бірақ оның еріне де шиенің шырыны жұғатын көрінеді. Ол да дене заңына бағынышты екен. Олай болса өмір сүру үшін ас ішуі керек, суық тисе ауырып қалуы мүмкін. Тіпті істің мәні мұнда да емес. Қыз ашығу, шөлдеу дегеннің не екенін біледі, сезеді, ыстыққа күйеді, суыққа тоңады. Олай болса ғашық болу, еркекті сүю оған жат сезім болмасқа керек. Мартин де еркек емес пе? Ендеше ол неге қыздың қалаулысы бола алмайды? Мен дегеніме жетемін, бақыт құсын қолыма қондырамын, деді ол қалшылдап, сыбырлап. Қыздың қалаулысы мен боламын, қайткен күнде де бақыт құсын қолыма қондырамын. Сіз осы романның жаңа бөлімдерін шығуын күтіп жүрген болсаңыз, алғыс ретінде лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Және де өз кітапсүйер достарыңызбен бөлісіп, осы арнаның 1000 оқырманға жетуіне көмектесіңіз.